Армысыздар достар, біз қазір Алматының төріндеміз. Менің жанымда отырған Жақсылық деген азаматымыз. Басшыды алу деген аманат қой. Сыртқы Монғолия Қобдада өткен Алтайым Асқар биігім атты айтыс додасының бас жүлдесін еншілеп келіп отыр. Алдымен құтты болсын айтамыз. Рахмет. Енді жалпы өнерге деген сапарың қалай басталды? Алдымен қарапайым отбасыда туылып өмір есігін ашқан деп бастаймыз ғой. Қалай бастадың енді? Өзіңді алдымен таныстырып өтсең. Туған ауылым Іле облысына қарасты Текес ауданына. Текес ауданында Қаражон деген атақты жайлау бар. Сол Қаражонның етегінде өмір есігін ашыппыз. Әке-шешеміз де қарапайым адамдар, шаруадағы. Бірақ енді атамыз ауылдағы кісілердің айтуынша мен көзім көрген жоқ, ерте қайтыс болған кісі. Күйші болған, өлеңші, ақын болған, серігісі болған. Атамыздың қанынан дарған ақындық болса керек. Бала жасымыздан өлеңге өсіп өстік. Осы бір қызық факты бар. Осы 80 жылдардың соңы, 90 жылдардың басы мен 4-5 жас кезім болса керек. Мен өзімнің есімде жоқ, үйдегілердің айтуы бойынша. Әкеміз алғаш рет жайлауға көшіп мал айдап кеткен ғой. Сонда үйдің қасындағы дөңге шығып отырып, бір таяқты қолыма алып, 4-5 кезім. Сонда бір әуенге салып, сағындым әкемді, сағындым ағамды деп өлең айтқам ғой енді. Ұйқасы да жоқ, ештеңесі жоқ. Сөйтіп анамыз соны көріп жылаған. Кейін айтады маған. Сол кезде кәдімгідей бір әуенге салып, өзінің ойынан сөз шығарып, әкеме деген сағынышты. Сол кезде жайлауға кеткеннен көп болса 3-4 күн болған болу керек. Соны қатты сағынып, сағынғанда соны бір өлең сияқты қылып айтқам ғой. Сол енді бір сол ақындыққа деген бейімділіктің бір бастамасы сонда болған шығар. Бірақ кейін деп мектепте онша-мұнша өлең құрап сөйтіп жүрдік. Бірақ алғашқы өлеңдер сол ауылдағы той төкіммен беташардан басталды ғой. Көршілердің келіндердің бетін ашатымен сол кезде басында қағазға жазып оқып ашып жүрдік. Кейін енді ол жақта ондай үрдіс болмаған. Мен домбыраға өлеңдетіп неге ашпаймыз деп. Ол кезде бізде ақ келін ау ақ келін, сауысқаннан сақ келін, жұмыртқадан ақ келін деп осындай домбырасыз, әуенсіз ашатын мынау таяқтың ұшына маталарды ұстап, сонымен ұстап тұрады. Әуенсіз. Әуенмен ашып көрсе қалай болады деп мен алғашқы экспериментті бір көршіміздің келіннің бетін ашқам. Сол кезде шешем уайымдап, сен домбырамен қалай ашасың? Ертең ыңғайсыз болып қалмай ма деп шешем кәдімгі уайымдап, сосын сен дайындап жүрсің ба, қалай болады деп. Ой, шеше қорықпаңыз, бәрі жақсы болады деп мен сөйтіп сендіріп, ертесі шешем отырды қарап қасында. Сөйтемде мен домбырамен кәдімгі болса Айнұрлардың, Аманжол ағаларымыздың әуеніне салып келіннің бетін аштым. Сөйтіп ана жердегі үлкен кісілер риза болды. 90 келген бір әжеміз бар еді, батасын беріп, көзіне жас алып, өзіне қатысты айтылған өлеңдерге риза болыпшы. Сонда шешем кәдімгідей көзіне жас алып жылаған, елдің ықыласын алғысын көрген кезде ең алғашқы. Сөйтіп ақырын ауылда енді айтыс болған жоқ. Той төкімдерде бір ағаларымыз бар, ауылда бір біз енді аға болып бізге жол көрсетіп жүрген бір Әбілтай деген, Әділ деген ағаларымыз бар, Жамиғат деген ағаларымыз. Солар мен көп қасына ертіп алып, тойларда өлең айт дейтін сонда тақырыптар беріп, мынаны айтшы деп, мына бір енді құрдастардың бір қызықты оқиғасын осыны айтшы деп. Сөйтіп маған мен өлеңге қосқан сайын рахаттанып күліп, бірін-бірі мазақтап мәз болатын. Сол нәрселер шындаған болса керек. Одан кейін елге келген соң 2007 жылы Астанаға оқуға түстік. Сөйтіп жатақханада ойда жоқта бір ақындармен танысып, сол айтысып кеттік. Біраз айтысқаннан кейін сен айтысқа қатысасың ба? Сол жақында бір іріктеу болады, соған келсеңші деп шақырды. Сосын ол бейғам жүрдік. Bir күні сол іріктеу болды. Серзат ағамыз, Серзат Дүйсенғазин ағамыз жасап отыр екен. Бардық. Сол отырған жерде кез келген екі ақынды шығарып айтыстырды. Мен де өз кезегім келгенде шығып, бір бейтаныс ақынмен айтыстырып, айтыс болған соң, сен жақсы ақын екенсің, сен жақында бір айтыс бар, соған қатыс деді. Сөйтіп қатыстық. Сол айтыстан бірінші орын ба, екінші орын ба алдым. Сөйтіп ақын басталды ғой. Кейін Жүрсін ағамызбен танысып, Жүрсін аға айтысына шақырды. Өксінің айтысына шықтық. Сөйтіп басталды. Жүрсіннің жүйріктерінің қатарына қосылдың. Өзің қазірге дейін қанша айтысқа қатынасыпсың енді? Мен негізгі айтыста 2010-дар мен осы 13-14 жылдардың арасында көбірек қатыстым. Одан кейін 15 жылдардан бері 19-ға дейін мен айтыстан 4-5 жылдай қатыспадым. Сол аралықтарда
Жүрсін ағаның бірнеше айтысына қатыстым. Өскеменде үлкен айтыс болды. Алтын домбыраны іріктеу болып, біз жеребемен сахнада жұптап айтыстырды. Біз Ринат екеуміз арнайы жүлде алдық ол кезде. Ринатта ол кезде неге алтын домбыраның финалына Ринат айтып алтын домбыраның финалына өтпеді. Мен екінші айтысым Шымкентте болды. Жүрсін ағаның айтыстарына 5-6 айтысына қатыстым. Кейін Нұр Отан партиясымен бағанағы Бекболат ағаларымыз айтыс жасады. Сол кезде ол жаққа шақыртып алып, олардың 4-5 айтысына қатысып, олардың да жүлделі орындарға ие болдым. Бір айта кетерлігі 2013 жылы осы Астана қаласының құрметіне айтыс болып, сонда Ринат екеуміз бір айтыста 2 рет айтысып, ең соңында қазылардың басы қатып, қайсына береміз, жақсылыққа ма, Ринатқа ма деп, ең соңында бас жүлдемен бірінші орынды қосып, ақшасын теңде 2-ге бөліп, 2 бас жүлде жасап, Ринат Зайытов екеумізге бөліп берген. Сол айтыста Жүрсін ағамыз қазы болып отырды. Бақыт Жамал апамыз келіп, мынау қайда жүрген балам, керемет ақын ғой деп ағамызға мақтап еді. Ой, бұл деген өзім балам, қатарда бар, қасымда жүрген бала бұл деді. Сол айтқандай күзінде Ташкентке Қазақстанның 6 ақын шақырыпты, халықаралық айтыс деп. Сол кезде Жүрсін аға 6 ақынның ішіне мені қосып, өзі маған телефонда өзі хабарласып айтты. Жақсылық, мен сен ана 6 ақынның қатарына жіберіп жатырмын. Үмітті ақтап жақсы айтысып кел деді. Сөйтіп кейін сол Ташкентке барып, мен халықаралық айтыстан 2-ші орын алдым. Содан кейін барып мен айтыста да бір аумалы-төкпелі замандар болды да, біз былайша айтқан кезде қатардан шығып қалдық, жасыратын жоқ. Содан кейін ешкім маған айтысқа кел деп хабарласқан жоқ. Мен де ешкімге айтысыңызға шақырыңыз деп ешкімге хабарласқан жоқпын. Сөйтіп енді осы 20-21 жылдардан бері 1-2 жыл болды, қайтадан ақырындап шығып жатырмыз. Айтыскерлік деген, ақындық деген тума таланттан ба, жоқ әлде еңбектенумен келе ме? Екеуі де ғой. Мысалы, тума талантты ақындар бар да, бірақ айтыс өнер, оның да белгілі бір жауап беруге тиісті талаптар бар. Мысалы, тума талант дегенде ол мықты суырып салмақын болуы мүмкін да, бірақ ол өзінің өнеріне бей-жай қарап жүрдім барын айтысатын болса, ол жақсы жетістікке де жетпейді, халықтың көңіліне де шықпайды. Ал еңбекқор ақын болып, ода түк талант болмаса, ол қанша халықты алдағанмен күндердің күнде бір жерде ол нақты шынайы өнерін салатын кез келген кезде белгілі болып қалады. Сонда еңбекқор ақын мен талантты ақын дегенде қандай айырмашылық болады? Еңбекқор ақын деп, мысалы, үздіксіз ізденістегі ақынды айтуға болады. Енді, мысалы, ол талант деген сізде суырып салмалық қабілет бар, біріншіден. Екіншіден, Құдайдың берген ақыл, парасаты бар, пайым бар. Ол ақынға парасат пен пайым болмайынша мүмкін емес. Мың жерден ол қиюластырып жақсы өлең құрағанмен, одан жақсы мазмұнды сөз шықпайды, мәнді сөз шықпайды. Сонда парасат пен пайым деген туада бітеді дейсің ба? Сол парасат пайым деңгейінде болған күннің өзінде де арнайы айтыстың бағытында іздену керек. Мысалы, бір адам мысалға өлеңді жақсы айта алады, домбыраны жақсы тарта алады, өлең айта алады да, енді ол айтыс сахналық өнер болғандықтан, оның сахнадағы мәдениеті, сахнадағы сөз саптау және көрерменнің қазіргі деңгейдегі қабылдау жағдайына байланысты ол соны икемдеп соған дайындалу керек. Мен бұл сөзіңді былай түсініп тұрмын да. Бірінші адамда алдымен өзінде парасат болу керек, екінші бейнелеу қабілеті болу керек. Кейбір адам өзі білгенмен айта алмайды, жеткізе алмайды. Бейне мұғалімде де солай, өзі біліп тұрғанмен үйрете алмайды деген. Дәл солай. Әуезов айтады, айтыс драма өнерінің бір түрі дегенге қалай қарайсың? Енді драма деген кезде сол ғой бағанағы, мысалы, көбінде, мысалға осы Моңғолия ақындарында да көрдім сол нәрсені. Біздің Қытайдағы ақындарымыздың арасында да бар да, шын мәнісінде ол жақсы, мықты ақынды, бірақ оның өнері сахналық, бағанағы драматургия, айтыспай қойылым сияқты нәрсе ғой. Соған ыңғайланбаған, бейімделмеген. Ал осы жерде еңбек пен ізденіс деген нәрсе, ол басқа ақындарды зерттеп, қазіргі айтыстың хал ахуалын қарап, мысалы, мына ақын осы керемет айтса, сода қандай артықшылық бар, сөзден басқа деп зерттеп, өзіндегі бағанағы актерлік шеберлік, орындаушылықтар дамытатын болса, ол талант ақын өзі тума талантын одан арман сәулелендіріп, ол жақсы ақын ретінде жарқылдап жүре алады. Айтыс қазақ қоғамына, осы қазақтың тұрмысына, кәдімгі малшы тұрмысына қалай әсер етіп жатыр деп ойлайсың? Бір өзгерістер әкеле алады? Қазақ тұрмысына әсер дегенде, ол біріншіден өнер ғой. Өнер ол енді
айтыс өнер бірінші халыққа рухани ләззат сыйлау керек. Иә, оның ішінде сіз айтыс көріп отырған кезде бір осы мәселемді шешіп алсам, немесе осы бір сұрағыма жауап тапсам деп көрмейсіз да? Мысалы, жақсы ақынның өрнекті сөздерін көру арқылы сіз пай шіркін ай, пай не деген сөз деп бір рухани ләззат алып өзіңіз кеңіп қаласыз. Бірінші нәрсе. Енді бәйгеге қарап отырған. Бәйгеге қарап отырған сияқты, иә. Екіншіден енді айтыстың тағы бір деңгейіне келген кезде ол шынымен де халықтың арасында қоғамдық мәселелерді міндетті түрде арқау етіп, соған халыққа бір жөн көрсетіп, ай бәрекелді, мына ақынның айтқаны жөн деп бір халық бағыт бағдар алатындай болу керек. Мысалы, қарапайым қоғамдағы жастардың арасында белең алып бара жатқан кейбір мәселелер болса, біздің ұлттық тамырымыздан, қазақ қалпымыздан айнып бара жатқан жерлеріміз болса, ақындар осыны өрнекті сөзбен кереметтей қылып айтатын болса, халықты ойландырады. Әр жалғы айтысыңда осындай бір мен осыны айтсам ау деген бір түйінді ойларың, бір жаңалықтарың бола ма? Болады. Мысалы, кейде бір жаман нәрсе бар да, өзің мысалы ұдай айтысқа шақырылып тұратын болсаң, онда сен дәйім сол дайындықта жүресің. Мына ойлаудың түр-түрі бар ғой, мысалы ғылыми ойлау бар, образды ойлау бар. Ал айтыс ақынның ойлау одан сәл басқашарақ. Мысалға, қоғамда бір мәселе болып жатқан кезде, соған ақынның, айтыскердің көзімен басқа ракурстан қарайсыз да, сөйтіп барып, мына нәрсе бойынша мындай ой айтса болады екен деп түйіп жүресіз. Ал айтысқа шақырылмай, айтысқа жақын арада шықпайтындай болып шығатыны белгілі болмаса, ол нәрселерді айтыскердің көзімен қарағыңыз келмей тұрады. Өйткені оғанда кәдімгі адам нерві шаршайды. Ал енді қайткен күнде де айтысқа шығып жатсам, осы мәселені тілге тиек ету керек деп жүретін мәселелер болады осы сөздерде. Осы айтыста ма? Мысалы, осы айтыста сол Монғолияда қазақтардың жанына батып отырған мәселенің бірі осы соңғы бір жылда өте қатты қуаңшылық болып, қуаңшылықтың кесірінен күзде кәдімгі мына аталық малды неге қоспаған. Өйткені төл алу мүмкін емес, таза басын сақтап қалсақ та үлкен олжа деп, мысалы үйірге бағана неге қошқар қоспаған, теке қоспаған деген сияқты. Былай қарасаңыз қасіретті. Сөйтіп енді осы нәрсені бір несі болу керек қой, тек оны ғана айтып оған жеткізіп, онсыз да біліп отқан нәрсе. Сөйтіп ол жақта бағанағы көбінде бағанағы урбанизация дейміз ғой біздің тілде. Ауылдан қалаға көшу, қазақтардың көбісі ат мінуді қойған, айран ішуді қойған, керісінше бағана мотоциклмен қалаға шақпылап, мына әдем таулар, жерлер бос қаңырап бара жатыр деген сияқты. Мен соны ойлаған кез осы екі нәрсені байланыстырып, осы халқым сен мына қазақ қылығыңды ұстап тұрмасаң, бағанағы қуаңшылықтың бәрі соның бір себебі содан шығар деген сияқты бір ой тастағым келді. Соны айттым, бірақ халық өте жақсы қабылдады. Мен бірінші бағана қуаңшылықтың несін айттым, осылай жердеріңізде қуаңшылық болып, жаңбыр жаумай, төлей алмай жатырсыздар. Осының бір себебімен тұспалдап көрейін деп осыны айттым да, қазақтықтың қаймағын сақтамасаң, Құдайдың тимей қайтсын қаһарына. Сол нәрсе ол жақтың халқының кәдімгі жүрегіне дәл тиді. Өте жақсы қабылдады. Сосын артынан оған тілегімді қоса айттым. Құдайым қолдауымызға жаңбыр беріп, Құдайым қолдауымызға жаңбыр беріп, желіне иіп тұрсын жер ананың. Қозың егіз қойларың семіз болып, шулаған төлге толсын кере қабың дедім да. Ол тілекпен сөйтіп аяқталды. Осындай тақырыптар болды енді, айтам деген. Жалпы бір айтыстың алдында қалай дайындаласыңдар? Айтыстың алдында емес, дайым өмір бойы дайындалып жүру керек. Сонда айтыстың алдында дайындалудың қажеті болмайды. Мысалы, спортшы жүгіретін адам күнделікті жүгіріп тұратын болса, ол жарысқа таяған кезде ол жарыстағы талаптарға ғана сәл өзгертпесе, негізінен ол дайындалудың қажеті жоқ. Сондықтан бағана айтқаным сияқты, ізденіс біріншіден айтыста тілге тиек етуге тиісті мәселелерді бойына тізіп жүрсе, екіншіден сөздік қорын молайтып, бағанағы тамырдан нәр алып, қазақ тамырдан нәр алып, өзді ұдайы дамытып жүрсе, онда ол кез келген айтысқа барған кезде арнайы дайындықсыз-ақ шығып айтыса беруге қуатты болады. Міне 15 минутымыз да толды, бірінші бөліміміз. Енді екінші бөлімге назар салыңыздар келесі кезекте.